Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге шие және де шоколад қосылған тәтті пирог дайындайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын арнама жазылып қойды ұмытпаңыз, өйткені алда шоколадты сэндвичтің рецептімен бөлісетін боламын. Өте нәзік жұмсақ болып шығады, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, қантты саламыз. Миксермен әппақ масса болғанға дейін миксерлейтін боламыз. Керекті ингредиенттерді мен описанияға жазып қалдырдым. Ал енді сүтті құямыз. Сұйық майды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ал енді електен өткізілген ұнымыздың жартысын саламыз. Үстіне қамыр қопсытқышты салып, жақсылап араластырып аламыз. Ал енді қалған ұнымызды салып араластырамыз. Біздің қамырымыз дайын болды. Ал енді шоколадымыз осылай ұсақтап турап аламыз. Мен Қазақстан шоколадын пайдаландым. Енді формамызды дайындаймыз. Менде форманың диаметрі 24 см. Қамырымыздың жартысын құйып, жақсылап тегістеп аламыз. Ал енді шиенің дәнектерінен ажыратып, қойып шығатын боламыз. Қалаған шиені пайдалануға болады. Мұздатылған шиені пайдалансаңыздар да болады. Енді ұсақтап туралған шоколадымызды сеуіп шығамыз. Үстінен қалған тестаны құйып, жақсылап тегістеп аламыз. «180 градуста қызып тұрған пеште 30-35 минут пісіріп аламыз». Міне достар, біздің пирогымыз пісті. Формадан шығарып, суытатын боламыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын.